Ахмет Байтұрсынұлы көшесі елорданың оңтүстік шығысында Алматы ауданында орналасқан. Рахымжан Қошқарбаев даңғылынан басталып, Нұрлы жол темір жолымен аяқталады. Тәуелсіздік даңғылын, Қасым Аманжолов және Сарыкөл көшелерін қиып өтеді. Ұзындығы 7200 метр. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының 20 ғасырдың басында ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, ақын, публицист, қазақ тілі білімі мен әдебиеттану ғылымының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы. Алашорда үкіметі құрамын бекіткен 2-ші жалпы қазақ съезінде құрылған оқу-ағарту комиссиясының төрағасы. Ахмет Байтұрсынұлы көшесінің бойында 80 гектар аумақты алып жатқан президенттік саябақ, бейбітшілік және келісім сарайы, Хайбыл тұрғын үй кешені бар. Сондай-ақ бұл көшеде ТМД-да теңдесі жоқ. Астана Нұрлы жол темір жол вокзалы орналасқан. Ахмет Байтұрсынұлы көшесінде сәулеті мен дәулеті келіскен бір емес бірнеше ғимарат орналасқан. Олардың бірі негізі 2009 жылғы қаланған Шабыт өнер сарайы. Шабыт өзінің ерекше дөңгелек пішінімен көз тартады.